Selam dostlar, sizlerle birge men Nurik KZ. Dostlar, bugungi videoda tag'i da DLC 2021 dostlar. Dostlar, короче men futbol o'ynab жатtым, және де біраз ойнадым. Және де ойнап жатқан кезде Тоттенхэм шығып қалды достар. Тоттенхэм ойнайтын боламын енді. Әлі менде ешқандай не алған жоқпын. Ақша міне 1782 деп тұр. 95 кристалым бар, және Тоттенхэм түскеннен кейін видеоға түсейін дедім достар. Қазірше достар менде футболда мінекей өзімнің командамда достар бірінші орында тұрмын. Турдан, ал турдан болса 8-ден 1 финалға өттім достар. 8-ден 1 финалға өттім. Өзім турында енді мықты емес, бұл жақта мықты командалар жоқ. Тек қана яқта болады достар мықты командалар. Менің өзімнің тобымда А топ достар, мен бірінші группа 1-демін. Яғни А тобымдамын. А тобымда қазір мен бірінші орында тұрмын. Екінші орында Тоттенхэм тұр. Үшінші орында мына бір басқа бір командалар тұр. Осы Тоттенхэм астында екі командадан да ұттым достар. Енді Тоттенхэм екеуміз ойнаймыз. Короче, екеуміздің арамызда кім ұтады, сол осы группа 1-де бірінші орынмен шығады да, короче, келесілерге. Және осылай болады. Мінекей Тоттенхэмде достар 6 ұпай, менде де 6, ана екі команда 0 ұпайдан. Осылай болып тұр достар. Қазір осы Тоттенхэмге қарсы ойнайтын боламыз. Және де мен яқта бірінші орында тұрмын достар. Яқта өзіміздің неде де, лигада да 18 очкомен 20 гол соққам. Мінекей достар, короче, осындай болып тұр. Ендеше мен составымды әдемілеп алайын, сөйтіп біз ойнайтын боламыз достар. Балды мынаяққа шығарып қойайын. Лыппа өз орнына қойайын достар. Бәрі шаршамасын деп достар, неғылып қойдым әйтеуір деген бір бәле қылып. Көреміз достар енді. Тоттенхэмде мықтылар көп достар. Маған қиындау болады ойнаған. Видеоға аямай лайк басып кетейік достар. Ё-мое достар, что-то түсінбедім. Тоттенхэмде Неймар деп тұрған қалай кетті достар. Лорис, Давес, Алдервейрет ме? Санчес, Аурер дейді. Неймар деп тұр достар. Неймар мүмкін емес қой. Неймар псжда емес пе достар. Короче, 21-де шатасыпты, или басқа Неймар ма? Уинкс, ал Нdomбеле, Сон, Кане дейді. Тоттенхэм, шынымен Тоттенхэм ба, түсінбей жүрмін достар. Тоттенхэмде бұл ойыншылар бар ма негізі? Мен Лорис бар екенін білемін да достар. Вообще түсініксіз достар, бірақ бізге қарсы ойнаймыз достар енді. Қазір составын бір көрсетейік осы жерден. Не болады екен бұларда. Лорис жүрмеке Тоттенхэмнің Бейлі бізде достар. Қазір өтер Зиданды қойсаң, о тақырбасы болған екен атын. Әлі айтпапсыз достар, алдан комментарда осы коммент жазып кетті. Неймар дейді, Али бар енді. Нdomбеле, Санчестер бар, по-моему. Нdomбеле бар. Короче, осы ойын басталды. Кеттік. Доп біздің жерімізде екен достар. Короче, российский амнама бір бәле достар менікі. По-моему, флагында, команда ойын басталған кезде бақ көрген шығарсыздар, флагта не тұрды? Россияның флаг тұрды. Ема достар, зың кетті тұрна Кане. Харикейн достар жүр екен ғой. Кане деп қуып жатыр екен ғой, ё-мое. Сөйтіп жазылады екен ғой достар. Шайғасын ғой. Ойбой, ашық бата тамай алды ғой, кім нау? Хэнк Мисон достар бар екен. Алды аса жері сол жүріп бейді. Апасы болмайды. Давай, Джока, жүгір. Достар, мен тезсіз фастермен ойнамасам болмайды. Себебі менікінің скорсы жайда артынан жүгіріп жетіп алалады. Ема штанғы. Ай, достар, Лорис мұқты вариатор ешені. Бұның бәрін білет дегендей ғой. Әңгіме. Қателік достар. Маман салу қиын ғой, не істеп жатырсың бұл? Достар, қаламайды бұлармен угловойдың тамайын жағын жермен бастай беру керек еді. Достар, маған бұдан нича болуға болмайды. Бірінші орын қайтысымде ұту керекпін, тым болмаса бірден болса да. Давай, Пинила жүгір. Қағаты жүр. Мына қуады екен ғой, аны жай бастым, қағаты жүр екен, қараңыздар достар.
Мой, короче, Белмен шығу керек болды достар. Ең мықты нападающий сол қазір бізде. Мықты ойыншы деп айтсақ та болады енді, ең мықты сол ғой. Давай, ақ қойсашы. Осы жерден ақ қойса, ары қарай жібермеу. Деле жүр екен міне. Деле Али ме де, Деле Али. Давай, жүгір, жете алмайды достар менікілер. Хенк Мисон жүр меқті. Хенк Мисон. Ақ қойды достар, ақ қойды, әдем. Молодец, Сашник. Достар, мына үшеуіне өтсем болды енді мағанша, кімденше. Айбы, шалды ғой, мына болмайды ғой. Өтір құлақ қалды деді, короче, достар. Футболда сондай бар ғой, мықты ойыншылар құлақ қалады. Өтеді достар, өтіп кететін болды. Қиын болып жатыр достар, сіздер ойнап жатқан жоқсыз, қалай өте алмайсың, нормально ғой, ойнай ғой, не болып жатыр деп. Ойнай алмайсың деп достар, шынымен қиын достар. Еще уақыт аз бұл жақта. Мысалы 45 минутта қойды, 45 минут, 5 минуттан өтіп кетеді достар. 5 минуттан да шығатын болмаса. Давай, жүгір, Бел, жүгір, сен ақ қойшы, скорсы мықты ғой. Ой, яғылдың Бел. Сан қызыл оламайды. Бір гол, бұл ойында кім бір гол тағады, сол ұтатын сияқты по-моему достар. Себебі бір голдың өзін қиын болып отыр ғой. Ой, өтпеді. Нақа бер жейікші, кім бар, нақа Жока бар екен. Бел. Опа. Нақа бер. Ой, угловой достар. Пас бере салду керек беді деген ой болып қалды менде ше. Шынымды айтсам. Йо-май, мынау Лорисқа болмайды достар, жақындап, алыстан жақындап удармен тебу керек достар, бірақ нәрсе, бірақ мүмкіндік, по-моему, не ағылды мынау. Қатып кетті достар, кешірсем. О, гол! Ура, достар, бір гол тықтық. Жока. Молодец. Достар, енді мен осы кімді осы топта бір жолмен шыққаннан кейін уже маған 1-2 мықты не алу керек достар. Өйткені мен әлі Реал Мадрид мықты, одан да мықты немен ойнауым мүмкін достар. PSG-лармен, мысалы Ювентуспен ойнауым мүмкін. Сол үшін маған қайтсем тез бір не алу керек қайтадан футболист. Ай, болмады достар. Фас беріп жіберу керек педі деген ой болып қалды. Бірақ уже істеп қойдық біз, өкінбейміз. Ақ қой. Салды соғыны удар. По-моему, соғыны удардың достар мен ойымша тамаймыз енді. Неге сияқты достар, соғыны удардың тығу. Қақай көрмеймін. Яға деп достар, угловой енді. Нормально. Кім болмаса қайда жүрмін. Угловой жақсы достар. Ұстаймен ойнамай. Қисық бердім. Егіз анаған бердім де ойлаған ба достар. Гол! Ура достар, ұттық, короче, ұттық деп айта берсек болады енді маған. Защитаға мықты тұрсам болды ғой. Пинилла дейді, 69-ші уровендік нападающий біздің. Ё-май, Тоттенхэмді кәдімде де тотсың ғой. Кейін Деле Али мінекей достар. Квас. Ё-май, Бел жүгірема да ойлағандым достар. Жүгірмеді что-то анау. Тылысызда жүріп бара алдығаша доп алсам болды, алда жүгіре береді бәрілігі. 2019-да яғни. Яқта ондай емес екен. Робертсон менікі. Робертсон деген кәдімгі Робертсон емес, 57 жүрген қой, Евсонның. Мықты деп ойлап қалмаңыз, мына кімдегі Робертсон деп. Қайдам дейді. Кетті ғой мынау. Достар, аман жүр салу керек болып қалды. Салдым. Қызылап кеткен ғой базыр. Енді шафсудың тамайын шығар достар, по-моему, Неймар дейді. Йо, апасын. Ура, молодец, молодец. Достар, мен что-то защитаға жатып аламайын. Аякс сияқты. Бірінші 45 минутта, короче, Аякстың составынандай ғой. Бірінші 45 минутта напада тек қана атака жасайды. Кейін екінші 45 минутта жатып алады защитаға достар. Ой, что-то қателесатын достар. Опа, анай қалақты жеш бірден допты. Нақа бірден қалады. Варда рейс қайбелейік. Бұл ұттық. Ура, достар, ұттық. Ура.
Тоттенхэмді ұтып 3 ұпай алдық достар. Негізі бұл біз ұтамыз ғой достар. Бізге ұтуда оңай болмайды, енді қиын болады. Бірақ бұл ойында ұтады. Ал мысалы 3 нөмірде ұтуы мүмкін. Новый команда бірақ ұтамайды ойын достар, по-моему. Бірақ қазір мықты командалар ұтылып жатыр достар. Мысалы Реал Мадрид айтсақ болады, Шахтардан 3-2 болып ұтылды, бірақ ең соңғы голын санамай қойды, Вальверден соло болды. Мінекей достар, осындай болды. Біз ұттық 2-0 есебімен, және де бірінші группада бірінші орынға шыққан жайымыз бар. Не дейді достар? Усиление дейді. Обычный неден редкиге ауыстырасың, редкиден легендаға 10 неме ауыстырасың. Осында бір матчтан ойын базы жоқ, бірақ матч екен только достар. 52-ші уровень, тренері использовать. Достар, бір игрок шықтыр, обычный көрек берем екен игрок. Достар, не екен қайшын? Уровень көбейтіп берді достар. Мысалы менде бана қаншыншы уровень болды ол? Соны уровень көбейтіп берді. Мынау 62 метр, 63-ге көбейтіп берді достар. Осындай екен достар. Өзім ойнап таза түсініп алдым бұл ойынды. Және де біз Тоттенхэмді 2-0 есебімен ұттық достар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Қош сау болыңыздар достар. Және де бұл видеоға 15 лайк басыпсыздар, және каналға тіркелмеген болса тіркеліп кетейік достар. Аямай лайктарыңызды басамыз. Және де өз ойларыңызды комментке қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің командамның атын не деп қойын достар? Нормальный атын айтыңыздар, нормальный бір зың-зың деген ат айтыңыздар. Сол атты қоятын боламын, кімдікі маған ұнайды соны қоямын. Ендеше достар, видео аяқталды. Қош сау болыңыздар. Чау.